ақпанның 28 күні Financial Times газеті жариялаған әскери құжаттарда Ресейдің тактикалық ядролық қару қолдану доктринасы, оның ішінде тактикалық ядролық қаруды қолданудың ең төменгі өлшемдері көрсетілген. Ресейдің тактикалық ядролық қаруы Еуропа мен Азиядағы ұрыс алаңдарында қолдануға арналған және ақш-қа жетуі мүмкін стратегиялық ядролық қарумен салыстырғанда бұлардың шектеулері әлдеқайда ауқымды. 2008 жылды мен және 2014 жылдар аралығында 29 ресейлік әскери құжаттарды қарап шыққан және тексерген сарапшылардың пікірінше, Ресей бұрын соңды жария түрде мойындаған шектерді көрсетеді. Яғни, қандай жағдайда Ресей ядролық тактикалық қарулар қолданады. Критерийлер Ресей аумағында жаудың басып кіруінен бастап, Ресейдің стратегиялық, баллистикалық зымыран, сүңгуір қайықтарының 20%-ын жою сияқты нақтылы триггерлерге дейін деп жазады. Яғни, Ресей жеріне жау басып кірсе, Ресейдің баллистикалық зымырандарының 20%-дайын жойып жіберген жағдайда, үш немесе одан да көп ірі жер үсті әскери кемелерін жойған жағдайда, үш аэродромды басып алған жағдайда, оның ядролық қуаты бар шабуылдаушы сүңгуір қайықтарының 30%-ын жою немесе негізгі және резервтік жағалаудағы басқару орталықтарының бір уақытта соққы беру сияқты жағдайларда ядролық соққының ықтимал шарттары ретінде бұл ақпараттар қарастырылады. Құжаттар сонымен қатар Қытайға деген сенімсіздікті көрсетеді. Мәскеу мен Бейжің арасындағы байланыстар нығая түсуде. Дегенменен бұл жария құжаттар Мәскеудің Бейжіңге сенімсіздікпен қарайтынын көрсетеді. Оқу-жаттығу материалдары Ресейдің шығыс әскери округінің Қытайдың болжамды шабуылын болжайтын жаттығулар өткізгенін көрсетеді. Мәскеу, Бейжің батысқа бағытталған әскери күштерін пайдаланып, Ресейдің қиыр шығысында өздерінің кезінде орыс жаулап алған территорияларын алу үшін шекара арқылы шабуыл жасай алады деп қорқуы мүмкін деп хабарлады Financial Times. Financial Times Ресейдің Қытай маңында әскери жаттығуларын жалғастырып, 2023 жылдың маусым және қараша айларында Қытаймен шекаралас аймақтарда ядролық қаруды қолдана алатын зымырандар мен жаттығулар өткізгенін атап көрсетті. Халықаралық стратегиялық зерттеулер институтының стратегия, технология және қару-жарақты бақылау жөніндегі директоры Уильям Альберке Financial Times'ке Ресейдің Украинаға қарсы тактикалық ядролық қаруды қолдануының шегі жоғары болуы мүмкін екенін айтты. Себебі бұл жанжалды ушықтырып жібереді және орысқа қарсылықты күшейтеді деп қорқады. ақш немесе Ұлыбританияның тікелей араласуда мүмкін дейді. Енді бұл жерде тактикалық ядролық қару деген не зат? Қазақша жалпақ сөзбен айтқанда бұл атом бомбасы. Атом бомба, кәдімгі атом бомбасы. Бірақ бұл жерде тактикалық деген сөзді қолдану, бұл енді білесіздер, мына соңғы саяси кезде адамдар бір нәрсені атын құбылтып, құрттың атын жаңылып малта қойған сияқты неше түрлі атаумен атайтын болды. Оның айқын дәлелі мынау жаппай басып кіру, Украинаға жасалған территориялық жалмап алу соғысы, яғни басқыншылық соғысты Путин не деді? Жаңағы ерекше әскери операция деді. Тура осы сияқты қазір өте көптеген терминдер, бір түрлі бір бұлай қарасаң бір адамдарға түсініксіздеу, адамдарды алжастыратын сондай, мысалы экономика құлдырады деп айтпайды. Экономика майнус өсім көрсетіп отыр дейді. Минус өсім көрсетіп отыр дейді. Міне осындай. Мысалы жарна базары нөлден төменгі бәлен пайызға құлдырады демейді. Жарна базарындағы биылғы өсім жаңағы мысалы 200 көрсеткішке жетті, бірақ жаңағы бағыты төмен таппады. Төмен бағытқа 200 бірлік өсуді көрсетті таппады. Ол өскен жоқ қой, құлдырады ғой. Бұл жерде өте көп осындай бір сөзде қолданады. Енді бұл жерде ядролық қару дей отырып, оған тактикалық деген сөзді қосу, бұл жаңағы сізбен біз білетін Нагасаки, Хиросима сияқты бір қаланы қиратып тастайтын қарулар емес, шектелген нысандарды, бір аумақты кішкене
аумақтарды тіпті өте ауыр соққыменен жойып жіберу. Ал бұндай ауыр типтегі апаттық соққы беру үшін кәдімгі глицериндік біздің дәстүрлі қаруларымыз оған күші жетпейді. Ал ядролық бұл жерде тактикалық деген сөз мәлім бір шектелген аумақ. Мысалы, ядролық тактикалық қару қолданса, онда бүкіл Мәскеуді отқа орамауы мүмкін, тек Кремль төңірегін, Кремльдің маңы және Кремльдің айналасындағы әскери құпия базаларды, жер асты жаңағы туннельдерін, бункерлерді, ядролық жаңа Кремльдің маңындағы кез келген уақытта шығатын тағы басқа өте маңызды нысандарды жойып жіберу, ол сол бір шектелген төңіректе, шектелген бір кішкене аумақ ішінде, бірақ ядролық атом бомба. Бірақ ол Москваның басқа жерін зақымдамайды. Енді атом бомбасын қолдану десе, ол мысалы атом бомбасы бір бомба тастаса, оның көлемі мүмкін бүкіл Мәскеуді өртке орауы мүмкін. Жаңағы тактикалық деген сөз сол бір кішкентай шектеулі дегенді білдіреді. Енді Ресей бұл ақпарат, тактикалық ядролық қаруларды қолдану шегі туралы, қандай жағдайда тактикалық ядролық қаруды қолданатындығы туралы бұл критерийлердің Financial Times жағынан жарияланып кетуі екі бағытта болуы мүмкін. Бірі, батыс барлау қызметі өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Бұл бір. Екіншісі, бұны орыс әдейі таратып отыр. Орыс. Кез келген уақытта орыс атом қаруы туралы өздерінің қолдарында атом қару бар екен, егер соғыста өте сұмдық зиянға ұшырап бара жататын болса, онда олар кез келген уақытта атом қаруын қолдану мүмкін екендігін, егер сен мына жерге дейін барсаң, мына қаруды қолданам, егер мына жерге дейін барсаң, мына қаруды қолданамын деген өзінің бір батысқа ескертуі мүмкін. Бірақ бұл қарудың тағы бір қызығы, Ресей өзінің дәл қазіргі ең керемет делінген одақтасы Қытайға сенімсіздік көрсететінін әшкерлеп отыр. Қытайдың Ресей жаулап алды дейтін 440 мың квадрат километр жерде дауы бар. Бірақ бұғанға дейінгі Жаң Цземин, тағы мына қазіргі Ши Цзиньпин бұл территорияларды Ресей территориясы деп мойындап қойды. Әлдеқашан мойындап қойды. Енді осы территорияларды Қытай қайтарып алуы мүмкін ба? Ресейдің әлсіреп тұрған сәтінде Қытайлар Ресейге тарпа бас салып, бұл жерлерді алу мүмкін ба? Екінші дүниежүзілік соғыста Сталин басып алған төрт аралын жапондар алуы мүмкін ба? Ал Ресейдің 2023 жылы Қытаймен шектесетін аймақта тактикалық ядролық қаруларды қолдана отырып, яғни осындай қаруы бар кешендерді пайдалана отырып, әскери жаттығу өткізуі, яғни олар кез келген уақытта Қытай тараптан болатын шабуылға дайын.